Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өткен сабақта имам Абу Ханифа рахимахулла былай деп айтқан еді. Ақида мәселесіне қатысты имам Абу Ханифа рахимахулла былай деп айтқан еді. Яджибу айяқула аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал ба'си ба'дал маут. Әрбір момын мұсылманға былай деп айту ваджиб болады. Аллаға иман келтірдім, оның періштелеріне, оның кітаптарына, оның елшілеріне, өлгеннен кейін тірілуге, тағдырдағы жамандық, жақсылық Алладан екендігіне, есеп-хисапқа, мизанға, жәннат, тозақ, бұның барлығы хақ екендігіне иман келтіру ваджиб. Соның бірінші Аллаға иман келтіру. Калима мәселесін өткен едік. Калима, иман деген айту, жүрекпен тасықтау, амалменен дәлелдеу. Айту мәселесі шарт па, шарт емес пе, соның түрлерін барлығын айтқан едік. Бүгінгі сабағымыз уа малаикатихи, Алланың періштелеріне иман келтіру. Періштелерге иман келтіру ваджиб. Егер қайсы бір адам қайсы бір періштеге иман келтірмесе, немесе барлық періштелерге, немесе бір періштеге иман келтірмеген болса, онда оның иманы толық болмайды. Кейбір ғұламалар оны мұсылман емес деген, кейбір ғұламалар мұсылман иманы кәміл емес деген. Періштелердің барлығына иман келтіру керек. Әрбір періште оған жүктелген амал бар, жүктелген ғибадат бар. Періштелердің көптігі ғұламаларымыздың айтуы бойынша адамзат инсанияттан көп, адамзаттың санынан періштелердің саны көбірек деген. Алла тағала қанша мақлуқтар жаратқан болса, сол мақлуқтардың ішіндегі ең таза мақлуқ ол періштелер. Алла тағаланың жаратқан жаратылыстарының, мақлуқтардың ішіндегі ең таза, бүкіл жақтан таза, күнә жақтан да, нәжастықтан да, басқадан да, қарадан да, бүкіл нәрседен таза болған жаратылыс ол періштелер. Егер қайсы бір адам періштелердің бір түрлеріне немесе басқа санына иман келтірмейтін болса, діннен шықпайды. Иманы бар болып есептеледі, бірақ күнәһар болады. Кейбір Алла тағала кейбір періштелерді жұппенен немесе санмен зікір қылған. Хадисте келгендей, Алла тағаланың аршын 8 періште көтеріп тұрады деген. Егер сол Алла тағаланың аршын көтеріп тұратын 8 періштенің санына иман келтірмесе, онда ол діннен шықпайды, бірақ иманы бар болады, бірақ күнәһар болады. Сол секілді адамның екі жағындағы екі періште, соның періштелерге өзіне сенбесе, онда иманнан шығу мүмкін, бірақ періштенің түрлеріне немесе сандарына сенбеген болса, немесе дәлел талап еткен болса, онда пасық болады, күнәһар болады. Қайсы парыз амалдарды мойындай тұра оған дәлел сұрау, ол иманның әлсіздігі. Мысалы, момын мұсылман, өзі мұсылман, намаздың парыздығына, намаз 5 уақыт намаз парыз ғой десең, соған дәлел сұраса, иманның кемшілдігі, иманның әлсіздігі. Дәлел не үшін? Сөзді қуаттау үшін, растау үшін. Егер ол дәлел бір нәрсеге дәлел сұраған болса, оған өзі сенбейді, немесе күмәнданады. Сол үшін дәлел сұрайды. Бірақ бүгінгіні қоғамымызда дәлел сұрау ол үшін ғана емес болып қалды. Дәлел сұрау мутакаллим, сөйлеп жатқан адамды әлсіз қылу, немесе оны өшіру, немесе оның аузын жабу, немесе қызық үшін, немесе бір тағы бір нәрселер үшін дәлел сұралынады. Дәлел сұрау сөзді қуаттау үшін, немесе сенбегенге сендіру үшін ғана болады. Осы екі нәрсе үшін ғана дәлел сұралады. Екі нәрсе үшін ғана дәлел сұралады. Екі нәрсе үшін дәлел сұралады. Және Құран-ы Кәримде Алла тағала хату бурханакум ин кунтум садиқин, Бақара сүресінде Алла тағала момын мұсылман емес мушриктерден дәлел сұрайды. Қана дәлелдеріңді алып келіңдерші, егер айтқан сөздерің шын болса деп. Бірақ Алланың ол мушриктерден дәлел сұрауы өзі білмегендіктен, немесе күмән қылғандықтан емес. Ол өзінің қарсыластарын әлсіз қылу, яғни Алла тағалаға сенбеген мушрик кәпірлердің сөзін жалғанға шығару үшін дәлел сұралады. Ал мақлуқтар, инсандар, пенделер бір-бірінен дәлел сұрауының мақсаты бір нәрсені білмеді, сол нәрсені білу үшін дәлел сұрайды, немесе өзі күмәнданады, сол күмәнданған күмәнін келтіру үшін дәлел сұралынады.
Егер бір адам періштелердің барына дәлел сұраған болса, немесе бір қысым, бір түрлеріне дәлел сұрайтын болса, иманы әлсіз екендігінің белгісі. Періштелер Алла Тағала жаратқан мақлұқтардың ішіндегі ең таза, пәк мақлұқтар. Және осы хүкімді әр адам періштелердің барлығына, және қанша түрлері бар, және хадисте келген жұп періштелері бар, үлкен періштелері бар, уахи алып келетін періштелері бар, саны айтылған періштелері бар. Соның барлығына иман келтіру уәжіп, парыз. Егер қайсы бір адам иман келтірмесе, мүлдем періштелер иман келтірмесе, кейбір ғалымдардың айтуы бойынша діннен шығады, кейбір ғұламалардың айтуы бойынша олар пасық болады. Және періштелер мәсум, олар күнәдан, кемшіліктен, айыптан олар пәк. Және періштелерге музаккар муаннас, еркек әйел деген жыныс істетілмейді. Періштелерге еркек әйел деген жыныс сипат, ондай нәрсе жоқ. Олар ол нәрседен таза. Алла Тағала оларға бұл нәрсені бермеген. Алла Тағала Зухруф сүресі 19 аятта Алла Тағала былай деп айтады: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Мушриктер, кәпірлер, періштелерді Алланың қыздары деп айтады. Бірақ олар хум ибадур рахман, Алла Тағаланың пенделері. Алланың пенде деген, ибад деген ол жаратылыс. Бірақ қазақ тілінде пенде деп адамға әсетіледі. Парсы тілінде бәнда деп, махлуқ дегеннің барын бәнда дейді, пенде дейді. Парсы тілінде. Ал қазақ тілінде пенде деп тек адамға айтылады. Алла Тағаланың жаратқан махлуқтарының ішінде бір махлуқтары ол періштелер. Ал енді сол кәпір мушриктер оларға жыныс береді. Олар айтады, періштелер олар қыздар деп айтады. Алла Тағала айтты: не, мен оларды жаратқанда көрген бе екен? Егер олардың әйел жыныстас, немесе ер жыныстық екендігін білген болса, көрген болса, онда олар сол нәрсеге дәлел алып келсін, және олардан біз сол туралы сұрайтын боламыз дейді. Кейбір уақытта кейбір адамдардың артық сөйлеуіменен, артық іс әрекет амал қылуыменен қиямет күні өзіне сұрақ жауапты көбейтіп болады. Алла Тағала Зухруф сүресі 19 аятта айтып отыр: мушриктер періштелерді Алла Тағаланың қыздары қылады деді. Не, олар көрген бе екен Алла Тағала оларды қалай жаратқан кезде қандай екендігін? Егер олар көрген болса, олардан біз сол нәрсеге дәлел сұраймыз дейді. Яғни қиямет күні сол туралы сұрақ болады олардан. Адамдардың сұрақтары көбеюіне адам өзі себеп болады. Сіз көп сөйлесеңіз, көп сұрақ болады. Ол сұрақ бұл дүниеде де көп сұрақ болады. Және о дүниеде де сол нәрсеге жауап беретін болса. Шариғат көрсетпеген амалдан тыс бір амал қылатын болса, бір адам, оған да ол жауап беретін болады. Яғни сұрақ жауабын адам өзі көбейтіп болады. 500 мың жылдық сұрақ жауап тек қана момын мұсылмандар үшін болады. Кәпірлерге оншалық сұрақ болмайды. Бірақ қана сұрақ, иман. Кәпірлерден иман мәселесі ғана сұралады, болды. Олардан неге намаз оқымадың, неге бүйтпедің, неге сөйтпедің деген олардан ондай сұрақ болмайды. 500 жылдық сұрақ жауап момын мұсылмандарға ғана болады. Сол үшін сонша уақыттық сұрақ жауабыңызды одан сайын көбейтуіңіз, сіздің бұл дүниеде көп сөйлеуіңіз, немесе артық сөйлеуіңіз, талаптан тыс, немесе артық амал қылуыңыз, іс қылуыңыз, немесе бір сенімді ұстануыңыз, шариғат талап етпеген, сол нәрселер сізден қияметтегі сұрақ жауабыңызды одан сайын ауырлата береді. Алла Тағала адам баласына бұл нәрсені бермеген, және бұның ілімін де бермеген. Біз айтқан едік, ілімнің екі түрі бар. Илмун маужудун фил алам, талабуху уажибун.
ilmun mawjudun fil alam, mafqudun fil alam, wa talabuhum bid'a. Bir ilm бар, ilmді екіге бөлген ғұламалар. Ilmнің бір түрі бар, бұл әлемде бар ол ilm, берілген мақлуқтарға. Оны талап қылу, оны білу парыз, ваджиб бізге. Ilmнің екінші бір түрі бар, ол ilm берілмеген, бұл әлемде жоқ. Оны талап қылу, оны іздену бидағат. Ilmнің бір түрі бар, ол ilm бұл дүниеде бар. Алла берген мақлуқтарға, жаратылыстарға ол ilmді берген. Енді сол ilmді талап қылу парыз, ваджиб әр мұсылманға. Ilmнің екінші бір түрі бар. Оның ilmі берілмеген, ол ilm жоқ бұл дүниеде. Оның сен бәрі біле алмайсың, қанша талап қылсаң да, іздесең де, ол тақырыпты қанша қазбаласаң да, оның түбіне жете алмайсың. Ондай ilmдерді талап қылу, іздену бидағат. Ондай ilmдерді талап қылу, іздену бидағат. Сол үшін періштелердің жынысына кіру, олардың қандай екен, жаратылысқан бұлай, ол ilm берілмеген, ешқай жерде айтылмаған. Тек Құранда олардың пәк екендігі, таза екендігі, олар күнәға қылмайтындығы, осыншалық қана айтылған. Одан ар жағын ilmі берілмеген. Оны іздену, ол бидағат болады. Ол бидағат болады. Саффат сүресі 153 және 154 аят. Саффат сүресі 153 және 154 аятта Алла Тағала Астафал банати алал банин ма лакум кайфа тахкумун. Алла Тағала мушриктерге айтып жатыр. Сендер періштелерді қыз қыласыңдар, еркек емес қыз қыласыңдар. Сендер қалай үкім шығарасыңдар деді. Қыз, әйел заты білесіздер, ер азаматтан бір саты төмен. Құранда Алла Тағала ар-риджалу қауамун алан ниса. Ер адамдар, еркектер әйелдерден бір саты жоғары деді. Бима фаддалаллаху бa'духум ала бa'д. Алла Тағала сол кейбірлерін бір-бірінен артық қылды. Алла жаратылыста артық қылды. Енді әйел адамды ер адамнан жоғары артық қою, ол бидағат, ол зүлім. Алланың негізгі жаратылысы бір саты төмен тұру. Егер сол Алланың жаратылысын өзгерту, ол не болады екен? Зүлім. Біз айтқанымыз зүлім не десе, қайсы бір нәрсені өз орнына қоймау, ол зүлім. Сол үшін не болады екен? Әйелдерді басшы қылу, немесе ер адамнан жоғары қылу, ер адамға жаңағыдай үстемдік қылу, бұл зүлім, бұл бидағат болып есептеледі. Және де мушриктер періштелерді, олардың ақидалары бойынша, сенімдері бойынша, періштелер ол қыздар, шайтандар ер балдары деп түсінетін еді. Періштелер қыз балдары, шайтандар ол ер балдары деп түсінетін. Мушриктердің, кәпірлердің ақидасы бойынша неге періштелерді қыз деді, неге ол бала деген жоқ? Себебі мушрик кәпірлердің ақидасы бойынша таза, әдепті, тыныш жүрген, тәртіпке бағынғандарды қыз нәзіктік бір сипат беретін еді. Тәртіпке бағынбайтын, тентек, нашарларға еркектік сипат беретін. Бүгінгіні кейбір уақытта сондай бір түсініктер бар. Яғни тентек болса еркек деген сияқты, тыныш жақсы жүрген болса қыздар сияқты деп сөйлейді. Ол мушрик пен кәпірлердің түсінігі сондай етін. Сол үшін, сондай түсініктері болған үшін, олар мушрик пен кәпірлер періштелерді Алланың қыздары деді. Кәпір менен мушриктердің ойлары бойынша, түсініктері бойынша, ер болу үшін тентек болу керек, жүгіру керек, күші болу керек. Алайда хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Лайса шадиду бисура". Күші көп болумен, жығып қоюменен ол ер азамат деп есептелмейді, еркек деп есептелмейді. Еркек деп ол ашуланған кезде өз нәпсіне ие болған адамды еркек дейді. Ашуланғанда өз ашуына, нәпсіне ие болғанда еркек дейді. Күш ол тек қана ер адамдарды емес, әйелдерде де бар. Көріп жатсыздар, гир көтеруден бірінші орын алып отыр. Әлем бойынша, әлем, планета бойынша бірінші орын алып отыр, екінші орын алып отыр. Өзінің весінен 2 есе 3 есе көтеріп жатыр. Еркек болып қалды ма? Жоқ. Күштің көп болуы ол
жынысты өзгертпейді ол нәрсе. Жынысты өзгертпейді. Сол үшін не болады екен? Ол нәрсе мушриктердің түсініктері сондай. Кейбір уақытта адамда азғырады, сен былай жүре берсің бе, ер адам сияқты, еріктер сияқты бүйтсейші, мынаны қылсайшы, бір тартып жүрсейші, мындай қылсай, сен мужиксің ғой, сен ерсің ғой деп. Ол мушрик пен кәпірлердің түсінігін бойынша солай. Мушрик пен кәпірлердің түсінігі бойынша солай. Сахих Муслимде Умар радиллаху анху айтты. Сахих Муслимде Умар радиллаху анху айтты. Ашуланбайтын нәрсеге ашулану ол есек екен деді. Ашуланып кешіре білмеген шайтан екен деді. Ашуланбайтын нәрсеге ашулану есек деді. Ашуланғаннан кейін кешіре білмеу ол шайтан деді. Өзі шариғатта ашулануға тұратын, ашулану керек болған нәрселер бар. Және ашуланасың ба, ашуланбайсың ба, өзің білесің деген де мәселе бар. Мысалы, шариғаттың үкімі сынып жатса, Алла тағалаға немесе сүйікті пайғамбарымызға тіл тигізіп жатқан болса, сахабаларға тіл тигізіп, сөгіп, боқталынып жатқан болса, Алланың үкімі сенің көзіңше сынып жатқан болса, Алланың харам қылған нәрселері аяқ асты болып жатқан болса, оған ренжу керек, оған ашулану керек, оған қайғыруың керек, оған жүрегің ауыру керек. Егер сенің өзіңе жеке қара басыңа сондай бір кемшіліктер туып отқан болса, сенің өзіңді ренжіткен болса, саған қатысты бірдеңе болып отқан болса, ашулансаң да, ашуланбасаң да болады. Умар радиллаху анху айтып жатыр. Сол Алланың үкімі сынып жатыр, пайғамбарға сөз тигізіліп жатқан кезде ашуланбау ол есек деді. Ал енді жеке басыңа бір қиыншылық болды, немесе сені біреу ренжітті, жеке өзіңе. Сондай кезде кешіресің бе, кешірмейсің бе, өзің білесің, бірақ кешіргенің абзал, кешірмегендік ол шайтандық деді. Алла тағала Аллаға күпірлік қылғандарды да, ширк қылғандарды кешіріп жатыр. Оның қасында біз кешірімде болғанымыз жақсырақ. Бірақ егер дінге қиянат қылып жатқан болса, біз кешіре алмаймыз. Дінге қиянат болып жатқан болса, біз кешіре алмаймыз. Егер жеке өзіміздің басымызға бір қиыншылық болып жатса, ғайбат болып жатқан болса, немесе тағы бірдеңелер болып жатқан болса, оны кешіруге дайынбыз. Жеке өзіңізге болса, кешіріп жіберіңіз. Ал бірақ дінге қиянат болып жатқан болса, дінде біреулер ойыншық қылып жатқан болса, діннің атын жабынып біреулер өзінің жеке шаруасын шешіп жүрген болса, ондай адамдарды біз кешіре алмаймыз. Ондай адамдарға риза да бола алмаймыз. Ондай адаммен дос та бола алмаймыз. Енді сондай адамдарды өзіңе жақын тұтуды Умар радиллаху анху есек деді. Есек деді. Сол үшін дін үшін ашулану бар, жеке өзің үшін ашулануың бар. Алла тағала періштелерді, барлық періштелерді таза қылып жаратты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мушриктерге, яһудилерге, әхлі кітаптарға дінге шақырған кезде, олар пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқанына бәріне көнуге дайын болды. Айтты, мына бір сұрақтарымызға жауап беретін болсаң, сұрақтың жауабы біз ойлағанда білгендей болатын болса, біз иман келтіреміз, артыңнан ілесетін боламыз деді. Оқиға өте ұзақ. Ең соңында бүкіл сұрақтарға дұрыс жауап беріп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан Джибрил деген пайғамбар періште туралы сұралған кезде, періште ол таза, пәк, ол періште уахи алып келеді деп шындықты айтқан кезде, әхлі кітаптар сенің айтқанның барлығы дұрыс болды, біз артыңнан ілесуге де дайын болдық, бірақ мына жауабың дұрыс болмады сенің деп Джибрил алейхиссаламды періштелердің ұлығы деп айтқан үшін иман келтірмей қойды. Олардың түсініктері бойынша Джибрил алейхиссалам ол залым, ол жаман нәрсе деп түсінетін еді. Себебі азапты алып келетін, бірақ Джибрил алейхиссалам өзінің тарауынан азап алып келмейтін, Алланың үкімін атқаратын. Алла қайсы бір жерге азап алып бар десе, сол жерге азап алып барады. Қайсы бір қауымды елде жоқ қылып жіберсе, жоқ қылып жібереді. Қайсы бір жерге қаһарды жібер десе, қаһар жібереді. Ол Алланың үкімін атқаратын. Ешқашан өзінің тарауынан
ештеңе қылған емес Жибрил алейхиссалам. Бірақ әхлі кітаптар, еврейлер, яһудилер сол кезде Жибрил алейхиссаламды періште деді, періштенің ішіндегі ұлығы деп айтқанда пайғамбарымыз, әхлі кітаптар, яһудилер сол жерде бас тартып кетті. Мына жерің дұрыс болмады сенің. Жибрил алейхиссаламды сен жамандауың керек еді деп сол жерде иман келтірмей қойды. Сол бойынша кәфір болып қала берді. Құранда сол Жибрил алейхиссаламды мойындамаған үшін Алла Тағала оларды кәпір деді. Оларды кәпір деді. Сол үшін періштелерді біле тұра жоққа шығару Құран хадисте келген бұл мутаватир мәселе. Сол үшін мутаватир мәселелерді мойындамау, оны қабылдамау, оны жоққа шығару ол күфірлік мәселе. Жибрил алейхиссалам періштелердің ішіндегі ең ұлығы, ең үлкені. Жибрил алейхиссалам хадисте келгендей, оның бір қанаты мағриб пен машрикті жауып тұрады. Ең үлкен махлуқтардың ішіндегі ең үлкені ол Жибрил алейхиссалам. Бірақ Сахи Бухаридің риуаятына сүйенетін болсақ, одан да үлкен періште бар, одан да үлкен махлуқ бар, ол арш деп айтқан. Бір хадисте ең Алланың жаратқан жаратылыстардың ішіндегі ең үлкені Жибрил алейхиссалам жаратылғандардың ішінен десе, бір риуаятта арш деп келеді. Ғұламалар осы екі риуаятты топтай келе былай деп түсіндірді. Жаны жоқ нәрселердің ішінде ең үлкен болған махлуқ ол арш. Жаны бар нәрселердің рухы, жаны бар махлуқтардың ішіндегі ең үлкені Жибрил алейхиссалам деді. Жибрил алейхиссалам періштелердің хақи суретін ешкім көрген емес, көре алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда Жибрил алейхиссаламды көрмеген. Жибрил алейхиссалам Дихятул Калби радиллаху анхудың суретінде бейнесінде келетін еді. Пайғамбарымызбен сұхбаттасады, уахи алып келетін, бірақ бірде инсаниятқа періштелер өз бейнесінде көрінген емес. Әдемі суретте, аппақ нұр болып, немесе адамға жағымды бір бейнеде келеді. Сол секілді шайтандарда қорқынышты бейнеде келеді, жаман мүйізді нәрседе келеді, бірақ өзінің хақи негізгі бейнесінде ешқашан көрінген емес. Алла Тағала осы екі бейнеге, екі махлуққа өз бейнелерінде көрінуге тыйым салды. Періштелер өз бейнесінде көрінбейді, себебі адамның жүрегі қуаныштан, нұрдан жарылып кетеді. Жын шайтандарды өз бейнесінде көрсетуге Алла Тағала тыйым салды, себебі адамның жүрегі қорқыныштан жүрегі жарылып кетеді. Сол үшін періштелерді пенен жындарды ешкім көрген емес. Бірақ жындардың, шайтанның суретін де оның бейнесі туралы хадисте айтылған, мүйізі болады деген, ол бір сондай құбыжық болады деген, бірақ адам секілді емес. Біз бір кісілер мысалы шайтанменен қорқытатын болса, немесе шайтанды суреттейтін болса, адам сияқты бас, екі қол, екі аяғын салады, сосын мүйізін салады, сосын ары қарай қорқынышты қылып қояды, тістерін шығарып қояды, басқа қылады. Ол адамның ойы. Бүкіл махлуқтың барлығы адам секілді емес. Біреулерде періштені суреттегенде қанаты бар, аппақ, екі аяқ қол салып қояды. Ол адам ғой, екі қол, екі аяқ, бір бас деген, ол адамның шәкілі, адамның бейнесі. Періштелер ондай бейнеде емес, жын шайтандар ондай бейнеде емес. Иншалла хақи бейнесін қиямет күні көретін боламыз. Және де Алла Тағала кейбір періштелерге бір қанаттан берген, кейбір періштелерге екі қанаттан берген, кейбір періштелерге үш қанаттан берген, кейбір періштелерге төрт қанаттан берген, кейбір періштелерге одан да көп қанаттардан берген. Әр періштеге Алла Тағала қанаттарды әртүрлі берді. Ғұламалар оның періштелердің қанаттары әртүрлі болуда ғұламалар көп деген хикматтарын баян қылған. Соның бірі, Алла Тағала періштелерге қанаттың санын беруі оларға жүктелген аманатқа жараса болады деген. Кейбір ғұламалар айтқан, періштелердің қанатының көптігі олардың құлшылықтарына жараса деген. Кейбір періштелер бар, олар жаратылғаннан бастап қиямет күнге дейін рукуъта тұрады. Кейбір періштелер бар, олар сәждеде тұрады. Кейбір періштелер қиямда тұрады. Кейбір періштелер рукуде. Жаратылғаннан бастап қиямет күнге дейін олар сол бейнеде тұра беретін болады. Кейбір періштелер бар, өзгеріп тұрады. Сәждеден рукуға, рукуден қиям, арға әртүрлі өзгеріп тұратын періштелер бар. Кейбір періштелерге құлшылықтың бейнесінде емес, басқа нәрселер міндеттелінген. Мысалы, Алла Тағаланың аршын көтеріп тұрған 8 періште,
Алланың аршын көтеріп тұрған. Алланың аршының астында курси бар. Курси деген орындық. Оның шәкілін, бейнесін білмейміз, қандай екенін, оның ілімі де берілген емес. Курси деп қана иман келтіреміз, орындық бар. Сол орындықтың үстінде аршы бар. Курси бар, курсидің үстінде аршы бар. Періштелердің мекендеген жерлері аспан. Періштелердің мекендеген жерлері аспан. Періштелердің мекені ол аспан. Періштелердің мекендеген жерлері аспан. Аспан жисым, дененің әлемі. Аспан дененің әлемі. Жисым, дене. Көзге көрінсін, көрінбесін, аспан ол бұл дүниенің бір бөлігі бәрібір. Дүние деген, дүние деген сөз, дүние деген нәрсе біткеннен кейін, дүние деген нәрсе жоқ жерде, дене ол жерде болмайды. Мысалы, бізде дене бар, бізде ағза, мүше бар, жисім бар, дене бар. Бұл дененің орны дүниенің ішінде. Дүние қай жерге дейін істетіледі? Аспанда дүниені қамтый ма? Қысқасы қай жерге дейін дүние деген сөз істетіледі, сол жерге дейін жисім, дене істетіледі. Дене тұра алады сол жерлерде. Дүние деген нәрсе біткеннен кейін, жисім, дене ол жерде болмайды. Ол жерде рух әлемі. Рух, жанның әлемі болады. Ол жерде дененің әлемі емес. Судағы балықты жағаға шығарып қойған кезде, сол балықтың әлемі судың астында, олар сонымен өмір сүреді. Жағаға, құрыққа, ауаға шығарсам, тыпырлап, жыбырлап, олар көпке шыдамай өліп қалады. Сол секілді бұл дүние, дененің әлемі, бұл дүниеде рухтар өмір сүре алмайды. Рух, жандар бұл дүниеде жоқ. Денесіз болған. Денемен бірге бар. Мысалы, қазір денелер бар, ішінде рух, жандар бар. Біз жүре береміз. Ал дене жоқ, рухтың өзі бұл дүниеде жүре алмайды. Аруақтар келді деп айтады. Өтірік нәрсе ол. Дүние бұл дененің әлемі. Дүние біткеннен кейін рухтың әлемі болады. Ол жақта жандар болады, дене болмайды. Дене, мүше, жисім бұл дүниенің дүния дегеннің ішінде, жисім дүниенің ішінде өмір сүреді. Дүние емес нәрседе дене өмір сүре алмайды. Дене болмайды ол жерде. Ал дүние емес нәрседе рухтар өмір сүреді. Сол үшін Сахи Бухариде Ибн Умар радиллаху анхудан риуаят етілген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адам баласы қайтыс болғаннан кейін, инканат солихатан, егер сол қайтыс болған мәйіт салихалы адам болатын болса, онда сол мәйіттің дененің айналасында шығырлап жүреді. Қаддимуни, мен тезірек апарыңдаршы деп. Қайда? Қабірге, оның өзінің әлеміне. Бұл дүние рухтың әлемі емес. Сол үшін рухтар қиналады. Адам қайтыс болған адамды қаншалық ұстасаң, соншалық оған зиян бересің. Қайтыс болған адамдары жақсы көрген әкесі, балдары, әйел немесе күйеуі мен қатты жақсы көргендіктен жылап, оны ұстайды. Ол ұстаған сайын оған зиян беріп жатыр. Егер сен шын жақсы көріп, оған пайда келтіруді қаласаң, тезірек көмуге әрекет қыл. Кейбір адамдар тезірек көму, ол сол арабтарға айтылған, оның жаңағы погодасына ыстық жер, ондай емес. Дін ислам арабтарға түскен жоқ. Шариғатта бір үкім арабтарға, араб еместерге деген жер жоқ. Барлығы Құран мен хадисте қайсы бір үкім айтылған болса, бәріне бірдей. Сол үшін салихалы адам болатын болса, оның рухы денесінің айнасына қаддимуни, тезірек апарыңдаршы деп қиналып жүреді. Өзінің әлеміне барғысы келеді. Судағы балықты жағаға шығарып тастағандай қиналады. Өзінің әлеміне бару керек. Қабір, яғни мәйіттің тұратын жерде қазақша бейіт деп айтады. Бейіт деген бәйт деген сөзден шыққан. Бәйт, үй. Рухтардың, жандардың үйі ол сол жақта. Сол жаққа алып бару керек. Бұл дүниеде рухтар қыдырып, жүріп, 4-ші күні, жұма күні келіп, бауырсағыңды жеп, иісін иіскеп, ол
олардың әлемі емес, олай жүре алмайды. Пайғамбардың өзі қабірден шығалып бұл әлемде айналып жүре алмайды. Пайғамбардың өзі. Біз сияқты күнәһар адам шығып алып, киініп алып, қыдырып жүріп, пайғамбардың өзі ондай қылмайды. Пайғамбарға ондай нәрсе берілмеген. Пайғамбар қабірде жатты. Ақидамыз бойынша, Ахлу сунна уал жамааның ақидасы бойынша пайғамбар қайтыс болды. Пайғамбар сол барзах әлемінде. Оның рухы жүріп, айналып, біздің қасымызда жүру деген ақида дұрыс емес. Берлеви деген бір топ бар, бір жамағат бар. Олардың сенімдері, ұстанымдары бойынша пайғамбар осылай қасымызда жүреді. Дұға қылғанда, салауат айтқанда қасымызда естіп тұрады, қасымызда жүреді. Біз көрмейміз, қасымызда бірақ. Сол үшін я деген, деген сөз естетуге болады дейді. Араб тілінде я деген харфы нида, шақыртпа, қаратпа сөзі бар. Я. Қазақ тілінде деп айтады. Абдулла, Абдурахман деп қасындағы, алдыңдағы адамға естетесің. Пайғамбарға я деп айту тек қана Мәдинада қабірінде ғана болады. Себебі алдыңда пайғамбар жатыр. Пайғамбар Мединадан басқа жерде, мына жерде отырған кезде салауат айтасың ба, сәлем айтасың ба, я Расулла деп айтуға болмайды. Кейбір ғалымдар ширк деген. Я Расулалла деген сөз ширк деген. Енді хадисте сахабалар я Расулла деді деп сол сахабалардың сөзін айтсаңыз ширк емес. Мысалы хадисте бір сахаба тұрды пайғамбарымызға я Расулла деді деп айт. Өзің тарапынан я Расулла деме. Немесе сен бір күні салауат айтып жатсың, я Расулла, сен сағындым. Немесе арабша салауат айт или қазақша бір сөз айтын, я Расулла деп саған мына жерде айтуға болмайды. Себебі пайғамбар мына жерде қасымызда жоқ. Пайғамбар қасымызда жоқ. Пайғамбар қайтыс болды, ол қабірде. Иншалла қиямет күні бірге боламыз. Сол үшін пайғамбардың қабіріне барған кезде, салауат атқан кезде я Расулла деп айтуға ғұламалар рұқсат еткен. Ал басқа жерде олай айта алмайсың. Ширк. Хатта имам Тахауи рахимахулла зикр мәселесінде имам Тахауи рахимахулла мына бір хадисте былай деп шарықтады. Афдалу зикри ла илаха иллалла ва афдалу дуаи алхамдулилла деген хадис бар, білесіздер. Зикрлердің ең абзалы ла илаха иллалла деген, дұғалардың ең абзалы алхамдулилла деп басталған дұғалар деді. Имам Тахауи рахимахулла осы хадистің шархында былай деп айтты. Хадисте пайғамбарымыз зікірлердің ең абзалы ла илаха иллалла деді. Мұхаммадур Расулын қосқан жоқ. Мұхаммадур Расулын қосқан жоқ. Мұхаммадур Расулулла бұл махлуқ. Пайғамбар ол махлуқ. Пайғамбар зікір қылынбайды, пайғамбарға салауат сәлем айтылады. Егер қайсы бір адам зикр қылып атқан кезде ла илаха иллалла Мұхаммадур Расулулла деп зикр қылатын болса, кейбір ғұламалардың, көпшілік ғұламалардың айту бойынша ол ширк деген. Ла илаха иллалла деп зикр қылуыңа болады. 100 рет болса, 1000 рет қанша болса да ла илаха иллалла деп зикр қылуыңа болады. Имам Тахауидің Бадахшани деген шархында ғұламалар Мұхаммадур Расулулла деп зикр қылу, зикр қылу, кәдімгі зикр қылу ол ширк деген. Ал пайғамбарға Мұхаммадур Расулулла саллаллаху алейхи уассалам деп салауат айтсаң, сәлем айтсаң болады. Салауат, сәлем айтсаң болады, бірақ я деп айтпайсың, я Расулулла демейсің. Саллаллаху алейхи уассалам, Расулулла, алейхиссалату уассалам, алейхиссалам. Осындай сөздердің барлығын қолдануға болады. Бірақ пайғамбарды қасыңда, алдымда мені қазір естіп тұр деген сенім дұрыс емес. Және зикр қылған кезде, зикр қылған кезде Мұхаммадур Расулулла деп зикр қылуға болмайды деген. Сол үшін ғұламалар осы періштелер, оны иншалла пайғамбарларға сену тақырыбына келген кезде сол кезде өтетін боламыз. Періштелердің қайсы бір періштеге сенбеу, немесе періштелер жоққа шығару, кейбір ғалымдарымыз куфр деген, ол адамның иманы толық болған жоқ деген. Кейбір ғұламалар куфр емес, діннен шықпайды, бірақ пасық иманы әлсіз, толық емес деген. Кейбір ғалымдар оны діннен шығады деген. Періштелердің барын жоққа шығару өзінше бір мәселе. Періштелердің түрлерін, қызмет қылып тұрған періштелер бар, құлшылық қылатын періштелер бар, табиғат құрылысына арналған періштелер бар. Бұлардың қайсы біреуін орнын ауыстыру, немесе оларға қызметін, немесе оларға жүктелген міндеттерін, аманаттарын мойындамау, ол пасықтық. Бақара сүресінде
Алла тағала аспандағы найзағайдың және күннің күркіреуін періштелердің қамшысы деп тafsirlеген. Жәлелдин Суйути рахимахулла. Күн күркіреген кезде, найзағай ойнаған кезде, періштелер бұлттарды айдайды. Бұлттар жүреді ғой. Сол бұлттар өздерімен жүремейді, періштелер айдайды деген. Сол періштелер айдағанда, сол қамшылармен сілкіп, қамшыларын ұрған кезде шыққан дауыс күн күркіреуі деді. Содан пайда болған жарықтық ол найзағай деді. Өздеріңізде кәдімгідей қамшыны алып көріп, ауылдың қамшыны, базарда, магазинде емес, ауылдың қамшыны алып тұрып, қатты былай өз-өзімен сілкісеңіз, резинкісі өз-өзіне тиіп, дауыс шығады, және искра сияқты жылт-жылт етіп бірдеңелер шығады. Сол найзағай деді. Жәлелдин Суйути рахимахулла Бақара сүресіндегі Алла тағаланың аятында осылай тәфсірлеген. Сол үшін періштелер бұлттарды жылжытады, табиғатқа міндеттелген табиғаттың құбылысына жауапты болған періштелер бар. Сол періштелер бар. Сол періштелердің ішінде өзінің әмірі бар. Әр періштелер бар, періштелердің ішінде әмірлер бар, басшылары бар. Сол періштелер бұлтты жылжытқан кезде қамшылармен жылжытып, қамшыларын сілкіген кездегі шыққан дауыс, күннің күркіреуі, одан шыққан жалт-жұлт еткені ол найзағай деді. Періштелер олар жер бетіне түсулері, немесе жерден аспанға көтерілулері ол Алла тағаланың үкімімен, бұйрығымен ғана болады. Әр періште өз қалауымен көтеріліп, өз қалауымен түсіп кету оларда оның ішінде жоқ. Тәнәззәлул мәләикату ва руху, аспан әлемінен періштелер жер бетіне тек қана биизни раббихим, өздерінің раббыларын, яғни Құдай Алла тағаланың рұқсатымен ғана түседі дейді. Әрбір періште жерге түсу үшін, немесе жерден көтерілу үшін Алла тағаланың бұйрығына мұқтаж. Және періштелер, кейбір періштелер адамның амалдарын жазуға міндеттелген періштелер бар, және періштелердің ішінде сол амалдарды көтеретін періштелер бар, және ауысатын періштелер бар. Сол періштелердің ішінде Алла тағала кейбір періштелерді адам бейнесінде болуға өзгерту кіргізді. Мысалы, Жибрил алейхиссалам Диххатул Калби радиллаху анхудың бейнесінде келіп пайғамбарымызға уахи алып келді. Марут пен Харуттың оқиғасы білесіздер, екі періште адам суретінде болып келіп, жер бетінде қазилық қылып, ең соңында пендешілікке беріліп, Алла тағала бұл дүниеде оларды азаптап қойған. Алла тағала инсанды жаратардан алдын Алла тағала инни жаилун фил арди халифа, мен жер бетінде халифа жаратамын деген кезде періштелер айтты: "Я Алла, не қыласың жаратып? Нахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак." Біз саған құлшылық қылып, сені ұлықтап жүре берейік. Олар қан төгеді, олар жаман қылады, бұзықылық қылады, олар жаман күнә қылады. Одан да біз осылай қыла берейік деді. Алла тағала инни а'ламу ма ла та'ламун. Сендер білмейтін нәрсені мен білемін деді. Адам алейхиссалам жаратты, арғай оқиға кете береді. Енді сол адам, инсанды Алла тағала бекерден бекер жаратпағандығын дәлелдеу үшін періштелерге екі періштені жер бетіне түсіріп, адам бейнесіне түсірді. Сол үшін періштелерге міндеттелген қызметтер, оларға жүктелген құлшылық, аманаттар әр періштеге Алла тағала өзінше жауапкершіліктер берген. Және кейбір періштелер екі қанатты, үш қанатты, төрт қанатты, басқа одан да көп қанаттылар бар. Қанаттылардың әртүрлі болуы, періштелердің әртүрлі қанат берудің хикматтарын, себептерін ғұламалар көп деген. Соның бірі көп періште болады, көп қанаттыға көбірек құлшылық немесе көбірек жүктелгендігінің белгісі деген кейбір ғалымдарымыз. Одан да басқа көптеген себептері бар. Періштені араб тілінде мәләк дейді, көпше түрісін мәләика дейді. Мәләк, мәләика. Мәләкүн. Тікелей тілмен тілдік аударған кезде, сөздік тілде аударған кезде мәләк дегенді планета деп аударылады. Мәләк. Бір өзінше бір әлем. Мәләика ол сол әлемде өмір сүрген жандардың, бір мақлуқтардың көпше түрісі деген.
және милк, яғни мәлік дегенде мағынасы бар. Мәләкүн дедік қой, періштені арабшадан мәләкүн. Яғни мәләк деген, мүлік деген сүре бар, білесіздер. Сол мим, ләм, каф 3 әріптен құралған ие деген мағына бар. Ие. Періштелерде неге мәләк, мүлік деп ат қойды? Себебі періштелерге Алла тағала басқа мақлуқтарға берілмеген мүмкіншіліктерді періштелерге берілді. Хатта пайғамбарларға берілмеген мүмкіншіліктерді де періштелерге берілді. Олар бір жаратылыс қыла алмайтын нәрселерді қылады. Яғни періштелер қылатын амалдарды бір жаратылыс ондай қыла алмайды. Алла тағала оларға соншалық мүлік берді, сондай мүмкіншілік берді, сол үшін періштелерді мәләкүн, көпше түрісін мәләика деді. Яғни олардың мүмкіншіліктері басқа мақлуқтардан көп. Мүмкіншілік берілген, олардың өзінің негізгі сипаты емес. Сол үшін кейбір адамдар, кейбір мұсылман еместер, сол періштелерге табынатын тағы сондай бір періштелерге табынатын сондай бір топтар бар, секталар бар. Олар сол өздерін құдай қылып алған. Олардың сол құдай қылып алуларына, олардың көздеріне көрінген бейнелер, яғни өліктердің тірілуі, көрінбей тұрып көрініп қалуы, көрініп тұрып көрінбей қалуы, бір нәрсені жоқ қылып жіберу. Сондай нәрселерді көріп тұрып адам боласы кейбір адасқан топтар оны құдай деп оған сыйынып кеткен адасқан топтарда болды. Иса алейхиссаламға неге оны құдай деді? Себебі өлікті Алланың қалауымен Алла тағала ол кісіге сондай мүмкіншілік берді. Өлікте тірілте білді Алланың үкіміменен. Пес ауруларды сипап, Алла пес ауруларды жазып жіберді. Соқыр адамдардың көзін сипап, көздері көріп кетті. Осындай нәрселер арқылы, адамдар Иса алейхиссаламды құдай деп сезінді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда да осындай артықшылықтар болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда да осындай артықшылық. Бірақ пайғамбарымызды Алла тағала өзі сақтады. Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның артықшылығын Алла тағала басқа пайғамбарларын артық қылғандығы, пайғамбарға да сондай адамдар сеніп құдай қылып кетуге де пайғамбарда сондай мүмкіншіліктер болды, мұғжизалар болды, ай жарылды, ағаштарды жыртып сөйледі, басқа қылды. Пайғамбарда да, бірақ пайғамбарға ешкім табынып кеткен жоқ. Пайғамбарымызды Алла тағала өзі сақтады. Бірінші. Екінші, біздің пайғамбарымызда да қатты жақсы көргендіктен құдайлық дәрежеге апарған жоқ, бірақ дін сол пайғамбармен шектеледі деген түсінікте болған сахабаларда болды. Пайғамбарымыз бұл дүниеден өткен кезде діннен шығып кеткен адамдарда болды. Сол кезде Абу Бакр радиаллаху анху шықты да, адамдардың барлығы есалаң болып, миларынан, ақылдарынан адасып жатқан кезде пайғамбарымыз өткен кезде Абу Бакр радиаллаху анху шықты да айтты: кімде-кім Мұхаммадқа саллаллаху алейхи уассалам құлшылық қылатын болса, онда ол өлді деді. Егер кім Құдайға, Алла тағалаға сенім құлшылық қылған болса, ол бақи, ешқашан өлмейді деді. Осы сөзіменен Абу Бакр радиаллаху анху мұсылмандардың ақидаларын түздеді, ондады. Осы сөзіменен. Ғұламалар осы сөздің мағынасында көптеген түсініктер берген. Бірінші түсінік, кейбір адамдар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды қатты жақсы көргендіктен құдай қылған жоқ, бірақ дінді сонымен шектеді. Кейбір адамдар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда сондай бір мүмкіншілік бар деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамды бақытты етеді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамды бақытсыз етеді деген түсінікте болған адамдар да болды. Абу Бакр радиаллаху анху осы бір сөйлеміменен қандай ақидада сенімде болған адамдар болатын болса, барлығын жоққа шығарды. Бір сөйлеміменен. Кімде-кім Мұхаммадқа табынған болса, ол қайтыс болды ол кісі деді. Мейлі оны сен қатты жақсы көріп, оны жоғарғы дәрежелікке көтеріп жіберген боласың ба, әлде дінді сонымен шектейсің ба, әлде қандай сенімде болса да, ол сенімдердің барлығы шегі бар, сол шектен тыс екендігін адамдардың барлығын жоққа шығарды, ақидаларын.
сол адамдардың, діннен шығып кеткен адамдардың сенімдерінің немесе махаббаттарының сенімдері Аллаға соншалық болу керек. Аллаға деген соншалық махаббаты, соншалық сенімдері соншалық болу керек. Сол үшін Абу Бакр радиллаху анху ең бірінші хутбасында адамдар діннен шығып жатқан кезде осындай қылды. Періштелер, адамның қасында жүретін періштелер бар. Бұл әлемде кезіп жүретін періштелер бар. Бірақ Алла тағала бұл періштелерді, Алла тағала періштелерді денесіз жаратқан махлуқ қылды. Денесіз жаратқан махлуқ қылды. Жоғарыда біз айттық, бұл дүние бұл дененің әлемі дедік. Дененің әлемі. Бұл дүниеде рухтың әлемі жоқ дегенбіз. Рух, жандар бұл дүниеде өмір сүре алмайды, қиналады дегенбіз. Періштелерде рух, оларда дене жоқ. Ғалымдар айтты, періштелерде дене жоқ. Сол үшін бұл дүниеде олар жүре алады. Періштелер бұл дүниеде жүре алады, оларда дене жоқ. Олар денеге ене алады. Адамның суретінде болады, сахабалардың суретінде келеді, бейнесінде келеді. Өздерінің бейнесінде дене берілген емес. Егер берілген болса да, бұл дүниеге көрінуге, жүруге ол нәрсе оларға рұқсат етілмеген. Бұл дүниеде кезіп жүретін, адамдардың қасында болатын періштелер бар. Рахман періштелері бар, рахмат періштелері, мағфират періштелері бар, сақтайтын, қорғап жүретін періштелері бар. Періштелердің көп болуы, немесе періштелердің аз болуына кейбір уақытта адамның өзі ықпал тигізеді. Мысалы, жаны бар нәрселерді, суреттерді қою періштелер азайтады. Аурат, ұятты жерді ашық болу періштелерді азайтады. Боғауыз жаман сөздердің болуы періштелерді азайтады. Күнә істердің болып жатқан жерлерде періштелер азаяды. Осындай нәрселер арқылы адам баласы періштелердің азайып көбеюіне септігін тигізе алады. Бірақ ғалымдарымыз айтады, жалпылық жерде, жалпы жерлерде, мешіт болсын, медресе болсын, жақсы жерлерде, жалпы бүкіл мұсылманның хақысы бар жерлерде сен сол амалдарды қылуға хақың жоқ, харам. Ауратыңды ашу, жаман сөз сөйлеу, саған рұқсат жоқ. Егер сен жеке үйіңде болсаң, майкасыз жүруің, немесе дауыс көтеруің, соған ұқсаған нәрселерді қылсаң өзің білесің. Күнәңді өзің аласың, және үйіңде періште болмайды. Бірақ мешітте, медреседе, мұсылмандардың жиналатын жерлерінде саған хақың жоқ. Өзің үшін, мен өзім күнә аламын ғой, өзім білемін ғой, деуге де хақың жоқ. Себебі сен басқа мұсылмандар, періштелер бар жерге келген кезде сен періштелердің жоғалып кетуіне сен себеп болсаң, осы мешіттегі адамдардың барлығы қиямет күні сенен хақларын алады. Сенен хақларын. Дүние сөз сөйлеуің, періштелерді мешіттің ішіне сасып кету, немесе пияз жеп аузыңа сасып болып келуі періштелерді қашырады. Сол мешіттен періштелер қашатын болса, сен мешітте адамдар, періштелер бар, нұрлы, жақсы жер деп келеді, сен адамдар барлығы келген кезде мұсылмандар, сен періштелер қашырып жібердің. Қанша адам сол намазға, сол уақытқа адамдар келген болса, 100 адам, 200 адам, солардың барлығы қиямет күні сенен өштерін алады. Сол үшін хақың жоқ. Ал үйде өзің біл. Жалаңаш жүресің бе, күнәсін өзің аласың, үйіңде не істесең де өзің білесің. Бірақ мұсылмандар жиналған жерде ондай нәрсеге сенің хақың жоқ. Алла тағала сеніміміз, ақидамыз дұрыс болуға нәсіп еткен болсын. Ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.